Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерге үй жағдайында шаштағы майларды қалай кетіретін жолдарын көрсетемін. Бізге осындай шарадағы су, жарты кір сабын керек. Суға салып аламыз. Одан кейін бізге порошок. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз қандай порошок болса да болады, кір жуатын порошок. Одан кейін маған пищевой сода керек. Сол үшеуімен осы шашықта аппақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Менде осындай шашық болғандықтан осындай шашықтарды көрсетіп жатырмын. Менде осындай май шашықтарды шараға салып жақсылап батырып қоямыз. 10-15-30 минуттай қайната берсеңіздер болады. Шашықтағы майларыңыз аппақ болып шығады. Осы шашықтарыңыз сіздер де жасап көріңіздер. Алдын ала көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Өстіп жақсылап батырып аламыз. Осындай темірдің көмегімен. Мынандай болып аппақ болып шығады. Қарай жусаңыздар да болады, жумай мұздай сумен шайып қойсаңыздар да болады. Майының бәрі ағып түсіп қалды. Сіздер де жасап көріңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма жазылып кетіңіздер.